Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен мен Барс. Достар, бүгінгі видеода біз лайв рашада бомбуж номерін жалғастыратын боламыз. Ең алдымен осы видеоға лайк басып, артынан тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз көп созбай өз видеомызды бастаймыз. Менімен бірге лайв раш ойналар десе, астағы ссылка арқылы ойынды жүктеп алсаңыздар болады. Ойынға кіргеннен кейін сразу осы жерге промо деп жазып, осы жерге Барс деп жазсаңыздар, сіздерге көптеген бонустар беретін болады. Ал енді біз дәл қазір қолымызда көріп тұрғандай 17 миллион бар. Енді мен өзім машинамды сатып жіберген болатынмын. Енді жаңадан машина алатын боламыз. Көптен бері осы машина алам, бүйтем деп жүрмін. Дәл қазір картадан автосалонды белгілейміз де, сразу автосалоннан машина сатып алатын боламыз. Енді келдік, міне бізде премиум автосалонға. Осы жерде біз енді осы ботқа келеміз и қазір көреміз бағаларын. Бізде ең арзаны Lexus LFA 3 миллион 650 мың екен. Келесі бізде Volvo керек емес, Mercedes CSK. Цвет ауыспаймайды, цвет. Міне. Так, осыны аламау деймін, себебі көптен бері осы машина алғым келіп жүрген. K5 бар екен. Ойлана келе машинаны сатып алдым. Қандай машина сатып алғанымызды комментарияға сразу жазып кетіңіздер. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Дәл қазір біз автосалонына шығамыз да машинамызды шығаратын боламыз. Міне Mercedes CSK деген машинаны сатып алдық. Ашып оталдырып машинамызды айдап көретін боламыз. Енді сәл телефон қатып отқаны бар, енді қызып отыр телефоны, мән бермейміз, жүріп көреміз енді машинамызды. Бұлай нормальный сияқты управлениясы, қазір білмеймін, енді номерді сразу тақып қоя салайық, өзіміздің 014 ТК14 деген номерді использовать етіп, осы Mercedesке сап қоятын боламыз. Енді машинамызды айдаймыз. Стайлинг центрға барып, сразу цветті, неон бәрін қойып аламыз, сразу тюнинг жасап тастаймыз, машинаға GPS жазамыз да, осы жерде біз қай жерде 10-шы пунктті басамыз, және сразу стайлинг центрға баратын боламыз. Машина жақсы плавно жүреді, барағандай машинаны бұрсаң, қатты ұрып жүрсең, осы секіріп кете береді екен, осының управлениясын дұрыстау керек. Енді біз қазір стайлинг центрға келдік, тюнингтайтын боламыз. Және хоп, міне біздің тюнингтен машина шықты. Біз астында неон және страпбокс, сонымен қатар тюнингқа біз тонировка қойған болатынбыз. Әзірге біз ештеңе қойған жоқпыз, прошивка дегендер келесі бөлімде қоятын боламыз. Енді біздің келесі мақсат семья ашатын боламыз. Дәл қазір правительство барамыз да семья ашатын боламыз. Правительствоға келдік, создание семья барамыз. Мен семьяда бар екен, Еркоштың семьясын сразу чат ашылып, FM деп жазып, ең астына түсіп, 11-ші пунктті басып, покинуть семью, осы жерге код жазып шығып кететін боламыз. Мен бұл видеоны далада түсіріп жатырмын, аса мән бермеңіздер жан-жақтағы дауысқа. Создание семья пикапқа барамыз да Орландский ОПГ деп ашамыз. Семья ашу үшін бізге 3 миллион кететін болады. Және далиден кнопканы басамыз да ашып жібереміз. Енді дәл қазір чатқа біз FM деп семьяны тексеретін боламыз. Дальше настройкасынан семьяның цветін, аумау бәрін дұрыстай беретін боламыз. Алдағы уақытта осы Москва серверде лайв рашада біз семьямызға жаңа машиналар және жаңа үй сатып алатын боламыз. Сонымен қатар захват, вышка, аумау дегендерге барып, көптеген қызықты видеоларды түсіріп алуға тырысатын боламын. Ал сіздермен мен болған Барс. Всем давайте удачи, ағын тәке лайк басып кетіңіздер.